Ассалаумағалейкум оқырмандар, біздің көкейкесті жаңа каналымызға қош келдіңіздер. Біз осыдан бұрын Ой-түрткі каналы арқылы халықаралық және ағымдағы мәселелерді тілге тиек етіп оқырмандармен жүздесіп келген едік. Осы барыста кейбір оқырмандарымыз Қазақстанның ішіндегі мәселелерді, яғни ұлтымызға, тілімізге және қоғамдық мәселелерге қатысты тақырыптарды неге қаузамайсыз деген талапты жиі айта бастады. Алайда Ой-түрткі каналы кілең халықаралық сараптамаға бағытталғандығы себепті біз бұл тақырыптарды араластыруды жөн көрмедік. Сосында біз бүгіннен бастап осы көкейкесті каналын ашып, елімізге және ұлтымызға, тілімізге, қоғамдағы маңызды мәселелерге бағытталған сараптамаларымызды жасауды жөн көрдік. Яғни ұлттың тағдырына, ұлтымыздың келешегіне, болашағына қатысты мәселелерді осы арада тілге тиек етіп өздеріңізбен ой бөлісуді жөн санап отырмыз. Ал енді мен өзім туралы да қысқаша ақпарат бере кетейін. Менің есімім Қалиакбар Үсенханұлы, журналистпен. Осы журналистік салада 18 жылдан бері жұмыс істеп келемін. Әрине, қоғамдағы қоламталы мәселелер туралы газет беттерінде, еліміздегі бақ беттерінде үнемі қалам тартып жүрген жайым бар. Алайда бұл мәселелерді айта беру, жаза беру және биліктің құлағына жеткізе беру қашанда көптік етпейді. Сондықтан да біз осы көкейкесті арнасын ашып отырмыз. Қазақтың тағдырын қазақ тілінде талқылағымыз келеді. Қазақтың тағдырын қазақ тілінде, қазақ тілін құрметтейтін, қазақ ұлтын құрметтейтін, қазағым дейтін әрбір азаматпен талқылағымыз келеді. Сондықтан жаңа арнаны қолдаңыздар, қазақ тілді арнаны қолдаңыздар, ұтымды ұсыныс беріңіздер. Көкейкесті мәселелер болса комментарий қалдырып, осы мәселені қаузаңыз деген ақпарат беріңіздер. Сонымен қатар кейбір маңызды мәселелер туралы ой салыңыздар. Өйткені қазақтың мәселесі, Қазақстанның мәселесі, отанымыздың мәселесі сізбен біздің мәселеміз. Ол ұрпағымыздың мәселесі, келешегіміздің мәселесі. Бұған әрбір азамат, әрбір ана, әрбір әке, әрбір бала немқұрайды қарамау керек. Көкейкестінің көтерген тақырыбы осы.